Сәлеметсіздер ме? Мен Бекетаева Мақпал Рахметоллақызы. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Құрметті студенттер, сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайық. Бұл суреттер арқылы біз сабағымыздың тақырыбын ашуымыз керек. Бұл мамандыққа байланысты суреттер. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мамандық таңдау, болашақты таңдау. Сабақтың мақсаты: мамандықтың түрлері, олардың адам өміріндегі маңызы туралы түсінік бере отырып, қазіргі заманның тапшы мамандықтарын көрсетіп, сол бағытқа қарай бағыттау, публистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала жазуды үйрету. Бүгінгі сабағымызда күтілетін нәтиже: сабақтың соңында студенттер мамандық құндылығы туралы түсініктерді біледі, түсінеді, оларды қолдануға қойылатын талаптарды ескере отырып, ең тиімділерін іріктеп қолдана алады, мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырады, талдайды, өз ойларын дәлелдеп мақала жазады. Сабақтың мазмұны: сабақтың мақсаты, ассоциограмма, стратегиялар, бағалау критерийлері, рефлексия. Профессия латын сөзінен шыққан. Анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талдап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Мамандық таңдау, тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдау әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Сондай-ақ өз мамандығының 120 жылға дейін сұранысын жоғалтпауына көңіл бөледі. Бұл мамандықтарға деген бір қалыпты тұрақты сұраныс деп аталады. Өзінің сұранысын, қызығушылығын жоймаған кең тараған мамандықтарға дәрігер, мұғалім және құрылысшы мамандықтарын жатқызуға болады. Ал өзекті мамандықтар қатарына жоғары технология, байланыс, коммуникация, әлеуметтік орта, экономиканы басқару мамандықтары және еңбек сұранысына қажетті жаңа мамандықтар жатады. Ғалым Климов кәсіби іс-әрекеттің 5 схемасын анықтаған. Олар: адам табиғат, адам техника, адам белгі, адам бейне, адам. Педагогикалық мамандық адам деген типке жатады. Климовтың айтуы бойынша мамандықтың бүкіл типі адамның келесі сапаларымен анықталады. Олар: адамдармен жұмыста тұрақты жақсы көңіл күйі, қарым-қатынасқа деген қажеттілік, өзін ойша басқа адамның орнына қоя білу қабілеті, басқалардың ниеттерін, пиғылдарын, көңіл күйлерін жылдам түсіне қою, адамдармен өзара қатынасты тез талғау, көптеген және әртүрлі адамдардың жеке қасиеттерін есте сақтау, ойда ұстау. Осындай мамандық схемасында адамға тән басқару, оқыту, тәрбиелеу ептілігі, адамдардың түрлі қажеттіліктеріне қызмет етуде пайдалы әрекеттерді іске асыру, тыңдау және ести білу, кең ой-өріс, тіл, коммуникативтілік мәдениеті. Адам техника деген типке слесарь, жөндеуші мамандығы, технологиялық құралдардың наладчигі, жүргізуші, техник, механик. Адам табиғат, жер бетіндегі барша дүние, тіпті адамның өзі де табиғаттан жаратылған. Бұл типке жататын микробиолог, балықшы, тракторшы, ветеринар, фельдшер, мал шаруашылығы, механик және бақташы. Адам таңбалар жүйесі деген типке ауызша және жазбаша сөйлеу мамандығы, химиялық, физикалық символдар және нота жасаушы, сызба, карта, графика, сурет, жол белгісін жасаушылық жатады. Адам бейнелеу образы деген типке бейнелеу, музыка, әдеби бейнелеу және актерлік еңбек түрлері, конструкторшы, модельер, витражшы, суретші, фотограф, музыкант, музыкалық аспаптарды жөндеуші, журналист, кілем тоқушы. Енді құрметті студенттер, қызықты мамандықтар
кейбір елдерде міне осындай қызықты мамандықтар бар екен. Мысалы айтатын болсақ, жыланның уын алушы. Жылан уын алушы маман минут сайын өмірін қатерге тігеді. Бұл кәсіпті меңгерген адамның жалақысы өте жоғары болады. Гольф добын суда жүргізіп алып беруші. Нағыз джентльмендерге арналған гольф алаңы өзен көлдердің жағасына салынады. Бұл ойынды тәжірибесіз адамдар да ойнауға құмар. Олардың добы белгіленген межеге емес, өзен суларға қарай кетіп жатады. Сол доптардың алып беруші мамандар жылына $100,000 жуық табыс табады екен. Енді бір қызықты тағы бір дерек, печеньелерге арналған анықтамалар жазушы. Кей елдерде печенье жеп отырып, оқып отыратын романтикалық анықтамалар мен үзінділерді арнайы мамандар жазады екен. Құрт жинаушы деген де маман бар екен. Балық аулауды жаны сүйетін, бірақ өздері құрт қазуға ерінетіндер үшін арнайы құрт жинаушылар болады екен. Манекен адамдар. Көптеген дүкендер манекен болып тұру үшін модельдерді жалдайды екен. Олар әртүрлі қалыпта тұрып, киім жарнамалайды. Ал енді миға шабуыл стратегиясы бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мұғалім қандай болу керек? Міне осы сұраққа жауап бересіздер. Келесі ыстық орындық стратегиясы бойынша тапсырма. Берілген сұрақтар бойынша жауап бересіздер. Келесі дұрыс-бұрыс әдісі бойынша тұжырымдарды таңдап алып, ойларыңызды дәлелдейсіздер, яғни дұрыс-бұрысын белгілейсіздер. Енді сабағымызды қорытындылай келе үй тапсырмасын аласыздар. Бүгінгі тақырып бойынша мақала жазып келу. Бұл жерде, құрметті студенттер, публистикалық және ғылыми стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, осы мақала жазасыздар тақырыпқа сай. Енді сабағымызды аяқтаймыз. Сабақты аяқтамай тұрып, біз сабаққа қатысу бойынша өзін-өзі бағалау. Мына критерийлер бойынша өздеріңізді бағалайсыздар. Сабақтың мазмұнын бағалайсыздар, сабақтың іс-әрекетін бағалайсыздар, сабақ кезіндегі көңіл күйді бағалайсыздар. Мына көрсеткіштер арқылы бүгінгі сабақтың мазмұны қызықты емес, немесе қызықты. Сабақтың іс-әрекетін түсіндім, не болмаса түсінбедім. Сабақ кезінде көңіл күйлеріңіз жақсы болды, не болмаса өте жақсы болды, не болмаса орташа. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.